Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Алматы телеарнасының тікелей эфирінде күнзгі жаңалықтар ақпараттармен таныстыратын мен Талант Айымбетов. Алдымен аңдатпа. Тозығы жеткен жылу орталықтары, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығындағы мүшкіл ахуал, президент пәрмені сәлден соң. Ауа райы салқын қабақтанды. Жетісу мен Қарағанды облыстарында республикалық маңызы бар жолдар жабылды. Жапония астанасының әуежайында жолаушылар ұшағы өртке оранды. Салдарынан 5 экипаж мүшесі қаза тапты. Шығыс Қазақстан облысында ірі жол апатынан 4 адам көз жұмды. Оның екеуі кәмелет жасына толмаған жас өспірімдер. Қайғылы оқиға кеше түнде Өскемен Шемонаиха тас жолының 8 шақырымында болған. Аталған дерек бойынша қылмыстық кодекстің 345 бабы 4 бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Оқыс оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. Ауа райына байланысты Жетісу мен Қарағанды облыстарындағы республикалық маңызы бар бірнеше жол жабылды. Қазавтожол дерегінше бүгінде Үшарал Достық бағытының 84 және 184 шақырымында, сондай-ақ Екатеринбург Алматы күре жолының кей бөлігінде көлік қозғалысынан шектеу қойылған. Жауаптылардың мәліметіне сүйенсек, ол аймақтарда қазір 300-ден астам техника мен 600-ге жуық маман жұмыс істеп жатыр. Қасіретті қаңтар оқиғасының бері тура 2 жыл өтті. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Егемен Қазақстан газетіне көлемді сұхбат беріп, қасіретті оқиға туралы айтты. Мемлекет басшысының сөзінше 2 жыл бұрынғы төңкеріс 3 кезеңмен жүзеге асқан. Бейбіт шерумен басталған митинг кейін жаппай тәртіпсіздікке оласы деген президент билікті күшпен басып алғысы келетіндердің арам ойы іске аспағанын айтты. Сол кездегі ахуал өте күрделі болды. Еліміз құрдымға кетуге шақ қалды. Бұған жол бермеу үшін барлық іс-әрекетті күндіз түні және сағат сайын тікелей өзім бақылап отырдым. 2 апта бойы тапжылмай Ақордада болдым. Күн түн демей шұғыл жиналыстар өткіздім. Сол аласапыран күндерде мемлекетімізді сақтап қалу, елдегі заң мен тәртіп үстемдігін қалпына келтіру ең басты міндет еді. Дәл осындай аласапыран кезде ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымына жүгініп, кейбіреулер бұл шешімді Ресейге жалтақтау деп жариялаған еді. Қасым-Жомарт Тоқаев бұл мәселеге қатысты алып қашып әңгімеге нүкте қойды. Оның айтуынша, біз сол кезде Ресейге емес, аталған ұйымның көмегіне жүгіндік. Оның үстіне ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының бітімгерлік күштері лаңкестікке қарсы операцияларға қатыспады, деді президент. Ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымының бітімгерлік күштері лаңкестікке қарсы операцияларға қатысқан жоқ, бірде-бір оқ атқан жоқ. Армения жасағы Ақсай нан зауыты және Алматы су мекемесін, Беларусь жасағы Жетігендегі аэродромда, Тәжікстан мен Қырғыз Республикасының әскери қызметшілері Алматы қаласының 1 және 2 жылу электр орталықтарын, Ресей жасағы 3 жылу электр орталығы мен телекоммуникация нысандарын күзетті. Осы маңызды нысандарға лаңкестік шабуылдар жасалуы мүмкін деген қауіп болды. Сондықтан бітімгерлік күштер соларда күзетуге жіберілді. Ең бастысы сол арқылы өз күштерімізді лаңкестікке қарсы операцияға жұмылдыруға мүмкіндік туды. Өңірлердегі жылу орталықтары мен басқа да құрал жабдықтардың 80% әбден тозған. Мемлекет басшысы Егемен Қазақстан газетіне берген көлемді сұхбатында осылай деді. Сонымен қатар елдегі тұрғын үй коммуналдық шаруашылығындағы ахуал мүшкіл екенін айтты. Мұны көп жылғы салғырттықтың салдары деді президент. Еліміздің отын энергетика кешені мен коммуналдық шаруашылығының үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету тікелей үкіметтің міндеті екенін қадап айтты. Бүкіл Қазақстандағы инженерлік инфрақұрылымды толық жаңғырту өте ауқымды әрі күрделі міндет. Бұл мәселе біртіндеп шешіліп жатыр. Көктем жаз айларында үкімет пен әкімдіктер жылу маусымына дайын болу үшін біраз жұмыс жасады. Жағдайы сын көтермейтін бірқатар нысанды жөндеді. Сондай-ақ президент өз сұхбатында ел азаматтарының қарызға белшеден батқанына қатты алаңдаушылық білдірді. Бұл жағдайға жұрттың қаржылық сауаттылығының төмендігі себеп болып отырғанын айтты. Сол үшін қарызды беру тәртібімен коллектор ұйымдарының қызметін қатаң реттеу керек деп тапсырма берді. Одан бөлек мемлекет басшысы елдегі электр энергиясы нысандары мен жылу орталықтарында болатын кішігірім оқиғаларды дардай қылып көрсететін белсенділердің ісіне де қатысты ой білдірді. Жылумен қамтамасыз ету ісіндегі болмашы олқылықтарды қасіретке айналдыруға ұмтылатын әлеуметтік желідегі адамдар отқа май құйып елді дүрбелеңге салып жүр деді. Түймедейді түйедей ететін жандардың ісін сынға алды. Ең алдымен күрделі апаттардың алдын алып, үйлерге жылудың үздіксіз берілуін қамтамасыз ету керек. Бірақ жаңа қуат көздерін ашу, желілерді біртіндеп жаңарту және коммуналдық сапаны түгел жаңғырту басты міндет екенін ұмытпаған жөн. Қазір жылу желілері әрең жұмыс істеп тұр. Үкімет пен әкімдіктер батыл қимылдап, қажетті шараларда дереу қолға алу керек. Онсыз болмайды.
Автогаздың шекті бағасы бекітілді. Ендігіде 1 литр үшін құнға қосылған салықты қоса алғандағы ең жоғарғы бөлшек сауда былай болып өзгереді. Ел астанасында 76 теңге, Жамбыл облысында 71, Павлодарда 74 теңге. Ал Шымкенттегі газ бағасы 64, Атырау, Ақтөбе, Маңғыстау облыстарында 54 теңге болмақ. Сондай-ақ Ақмола, Шығыс Қазақстан, Қарағанды облыстары мен Абай, Ұлытау, Жетісуда да сұйытылған мұнай газының құны 76 теңге болып бекітілді. Ең жоғарғы баға 81 теңгемен Алматы қаласы мен облысы және солтүстік Қазақстанда байқалды. Айта кетейік, энергетика министрінің 22 желтоқсандағы бұл бұйрығы бүгіннен бастап күшіне енді. Биылдан бастап елімізде әлеуметтік маңызы бар бірқатар азық-түлік түрлерінің бағасы бақыланбауы мүмкін. Ақпарат құралдарында тарап жатқан мәліметті сауда және интеграция министрлігінің баспасөз қызметі жариялаған. Ведомствоның мәліметінше бұл процесс екі кезеңде өтеді. Шекті баға 2024 жылдың алғашқы жартыжылдығынан бастап 9 тауарға енгізілмейтін болады. Атап айтқанда алдымен нан, тұз, жұмыртқа, сүт, бидай ұны, картоп пен тағы бірнеше азық түрлеріне шекті баға белгіленбейді. Бірақ министрлік өкілдері бұл ақпаратқа қатысты нақты пікір білдірмей отыр. Биылдан бастап еліміздегі барлық шетел азаматы саусақ іздерінде тіркеуге міндетті. Ішкі істер министрлігінің хабарлауынша бұл рәсім Қазақстаннан шығарылуы тиіс және реадмиссия тәртібімен қайтарылатын адамдарға да қатысты болмақ. Тексеру кезінде оларда жеке басын куәландыратын құжат немесе тиісті анықтамасы болу керек. Шетелдіктер мен азаматтығы жоқтар дактилоскопиялық тіркеуден тұрақты тұруға рұқсат немесе ықтиярхат, сондай-ақ пана іздеген адамның немесе босқын куәлігін алу, құжатты қалпына келтіру қызметіне жүгінгенде өтеді. Жапониядағы жойқын жер сілкінісінің арты алапат су тасқынына ұласты. Қаза болғандар саны сағат санап өсіп жатыр. Соңғы ақпаратқа сәйкес табиғи апаттан 64 адам көз жұмған, 100-ден астам адам жараланыпты. Зілзаланың күші 7,6 балға жеткен. Іздеу құтқару жұмыстары демалыссыз жүріп жатыр. Ел билігі құрбандар қатары әлі өсуі мүмкін екенін ескертеді. Себебі бірнеше адам із-түзсіз жоғалғандар қатарында. Бүгінге дейін 50 мыңға жуық тұрғын қауіпсіз жерге көшірілген. Қауіп әлі де сейілген жоқ. Үкімет жер сілкінісі қайталануы мүмкін деп отыр. Зілзала кезінде 200-ден астам ғимаратта өрт шықты. НАТО түбегіне апаратын жолдар қирап, көліктер қатынай алмай қалды. Цунамиде тұрғындар мен ел билігін біраз шығынға батырды. Су тасқын салдарынан тоқтар мен электр бағандары құлап, жарық өшті. Қазір оны қалыпқа келтіру жұмыстарымен сала мамандары айналысып жатыр. Одан бөлек Жапония астанасының әуежайында жолаушылар ұшағы өртке оранды. Салдарынан 5 экипаж мүшесі қаза тапты, ал борт ішіндегі 400 адам дін аман. Олар дер кезінде қауіпсіз жерге көшірілген. Апаттың неден болғаны әзірге белгісіз. Алматы әкімі Ерболат Осаевтың тапсырмасымен Қарасу ықшам ауданы тұрғындар үшін жаңа демалыс орны құрылды. Жөндеу кезінде 36,5 мың шаршы метр жасыл аймақ жаңартылды. Атылған орынға 79 жарықтандыру қондырғысы, 32 орындық пен 20 дана тас урнасы орнатылды. Енді бұрын қаралмай келген қиыншылықтар болды. Соңғы бір 10 жылдың ішінде, осы 1-2 жылдың ішінде қолға алып, Қарасу ауылы көркейіп келе жатыр. Біз өте қуаныштымыз оған. Енді бірден бола қоймайды ғой. Бүгін аллея, ертең анарда орталық стадионымыз бар планда. Абаттандыру жұмыстары келесі жылда жалғасады. Жоба аясында ирригациялық жүйе мен шағын сәулеттік пішіндер, перголалық элементтерді орнату жоспарлануда. Жасыл аймақты жаңғырту тұрғындардың өмір сүру сапасын жақсартуға жасалған игі бастамалардың бірі деп біледі қала басшысы. 35 мың шаршы метрді алып жатқан саябақ. Бұл саябақта 5 мыңға жуық ағаш отырғызылады. Бүгінгі таңда 1251 ағаш отырғызылды. Ясень, аққайын, қарағай, катальпа ағаштары, сорттар ағаштары отырғызылды. Толығымен осы саябақта алып жатқан автоматты суару жүйесі орнатылды. Қазақстанда 25 градусқа дейін аяз болады. Алдағы 3 күнге ауа райы болжамын ұсынған синоптиктер осылай деді. Мамандардың ақпарынша еліміздің басым бөлігінде күн райы тұрақсыз болып, жауын-шашын, қар, боран және көктайғақ пен екпінді жел күтіледі. Тек елдің оңтүстік шығысында жауын-шашын жаумайды, ал республиканың солтүстігі мен солтүстік батысында ауа температурасы 25 градусқа дейін төмендеуі мүмкін. Күндізгі шығарылым осымен тәмам. Жаңалық күтіңіздер.